Манипуляциядан қалай қорғануға болады? Сен біреуге мен бұны істегім келмейді дейсің, ал жақсы, өзің біл, мен жай ғана саған жақсылық ойлағам, мен білгеніңді істейін, неге ақыл сұрайсың онда десе, негізі бұл манипуляцияның ең тыныш түрі. Барлық манипуляция эмоциямен емес, кейде ол ақпарат және де кінәлау арқылы жүреді. Егер сені қысыммен емес, моральмен ұстайтын кезде, мен саған көмектестім ғой, сен риза емессің ба, осылай болсаң басқа адамдар сені жақсы көрмейді дегеннің бәрі сені басқару, контрольді істеу. 3 түрлі манипуляцияны мысалын айтамын, ал сен көруі қажет дейтін достарыңа видеоны жібер. Көмек арқылы басқару. Біріншісі, мен сені осынша қолдадым, ал сен тіпті рахмет те айтпадың. Енді сен өз шешімің үшін өзің кінәлі сезінесің. Екіншісі, информация арқылы манипуляциялау. Барлығы сен туралы бұлай ойлап жүр. Мен жай ескертіп жатырмын, бәлкім осыған забота сияқты, ал негізі сенің шешіміңді басқарып отыр. Үшіншісі, мораль арқылы қысым жасау. Сен дұрыс адам болсаң, басқаша істейтін. Ты же осознанная. Саған өзің ойыңдағы жақсы болу міндетін артып отыр. Бұның шешімі қандай? Бір сұрақ қой өзіңе. Мен қазір таңдау жасап отырмын ба? Әлде кінәні жуып шайып отырмын ба? Егер екінші нұсқа болса, демек сен манипуляцияға түстің. Осыны нақты өмірде қалай тоқтату және де тану керек екен, мен манипуляция интенсивінде көрсетем. 3 күнде сен тактикаларды тануды, жоқ деуді және де кінәдан бос шешім қабылдауды үйренесің. Сілтемеге өте жазыл.